Ал рахымыма келер болсақ, васиғат күллә шей, менің рахымым күллі нәрсені сыйдырған дейді. Анғам сүресінде айтқандай, катаба роббукум аля нафсихир рахма. Алла Тағала рахымдылықты өзіне ғана жазған дейді. Яғни біздің біреуімізге рұқсат емес ешқашан Алла ана кісіні рахымына бөлемейді деп айтуға. Ол қандай күнәларда жүрсе де бүгін хақың мүлде жоқ екен де бұл нәрседе. Бұл Алла Тағаланың ісіне араласу деп аталады. Әлі өзің білмейсің қайда баратқаныңда. Бірақ Алланың ісіне араласу. Сондықтан айтады, мен өзіме жаздым дейді, ол менің хақым дейді, менің құқығым дейді да, ол жаққа кіруші болмаңдар дейді. Міне сондықтан Алла Тағала айтып отыр, рахым мені күллі нәрсені қамтыған дейді. Адам оның сырын да біле алмайды. Мысалы, біздің біреуімізді Алла Тағала намазға келтірді, иманға келтірді, білім үйретті. Сөйтіп тура жолда тани бастадық. Егер сұрақ қойылса, жақсы болғаның үшін келтірді ма Алла Тағала жолға? Сыры кімде бұның? Аллада. Оның рахымы қамтыды. Ол біледі. Осылайша сізге жақсылығы кеп жұққандай, біреуге де жұққанша сабыр ету керексің. Әйтпесе өзің ерекшелік беріп, мен өзім көп оқығаннан келдім дегенмен бірдей ол жолға.